сенің үйленіп, әйел алғаныңды көрейін. Осы сен үйленсең қайтеді? Ана екеуміздің ойымызда бірнеше қыздар бар. Солармен танысып қайтсаң қалай болады? Жоқ, әке. Сіздер көрсеткен қыздардың бәрі бірінен бірі өтетініне және өте сұлу екеніне сенімдімін. Бірақ мен өз болашақ жарымды өзіңізден тапсам қалай қарайсыз? Мақұл болады. Оның да жөн. Өмірлік жар таңдауда қателесуге болмайды. Иә, балам, жақсы әйел жақсылығыңды асырар, жамандығыңды жасырар. Жортқанда жолың бол. Сөйтіп ханзада елін шарлады. Патшалықты аралап көптеген қыздарды кездестірді. Тек 3-ші күні ғана бір таудың бөктерінде ол керемет бір сұлу, ақылында көркі сай сұлу бойжеткенді кездестіреді. Қыздың сұлулығы соншалықты оның келбетінде ғана емес, ішкі жан дүниесінде байланысты болғанын білген екен. Оның жүрегі таза, жаны әдемі, бұл сұлулық сыртқа көрініп тұрған екен. Қоландай жирен майда жалай, бар мекен бізде ынтызар ай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Қыздар, ауылымызда Құдірет Байеке қызын сатып жатыр. Соған орай ауылдың қыз-жігіттеріне отырыс ұйымдастырмақшы екен. Естуімше, осы отырысқа ханның ұлы да келеді деймін бе? Менің сөз етіп жатқан қай ауылдың қыздар екен? Байқаймын, араларында ханымнан дәмелі қыздар бар сияқты ғой. Тым ойлы, тапқыр, пысық жігіт болса, әрине көп қыздың арманы болатын даусыз. Ал хан ұлының қызғатындай қандай өнері бар екен? Мен кездестірген қыздардың ешбір әлі маған бұлай сұрақ қойып көрген емес. Бағанадан бері екі көзім сенде. Сыртқы келбетің ғана емес, ішкі жан-дүниең де сұлу екеніне күмәнім жоқ. Асыра мақтап жібердіңіз. Шын сөзім, маған тұрмысқа шықсаң қайтеді? Тым емес пе? Ал сен не істеу білесің? Кәсібі не? Өзім білетіндей мен ханның ұлымын ғой. Мен кәсіпті қайтем. Ханның ұлы болу кәсіп емес қой. Сен бүгін ханның ұлысың, ал ертең жоқ. Сонда отбасыңды қалай асырамақшысың? Сен онында барда, отбасыңды асырайтын кәсіп үйреніп. Ал бұл уақытта мені мазаламауыңды сұраймын. Көндім, қалауым болсын. Қыздар, кеттік, барып жеңемізге көмектесіп келейік. Барады ауылым көшіп, қызыл жарға, таң атар шолпан туып, сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Әке, мен өзіме лайық болашақ жардам. Маған бір шарт қойып тұр. Оғандай шарт. Отбасында асырай алатын кәсібім болу керек деп шарт қойды. Кәсіп дейсің бе? Ұлым, сен уайымдама. Бұл жағдай шешілетін жағдай екен. Ей, кім бар? Мен бармын. Өлкедегі қолынан бал тамған барлық шеберлерді маған жина. Жақсы. Ассалаумағалейкум, әне. Уағалейкумассалам. Менің ұлым кәсіптің бір түрін үйренгісі келеді. Қайсылары қай кәсіп түрін үйрете аласыңдар? Ешкімнің батылы бармай тұрма? Қане ұста, бері келші. Мен білемін, сен өте керемет шеберсің. Менің ұлымды үйретуге қалай қарайсың? Егер үйтпеске ол мәртебелім, алайда көңілдеріңізден шығам ба? Жақсы ұста болу үшін қанша уақыт қажет? Шамамен 3 жыл. Жоқ, мұнша уақыт мен халықтан күте алмаймын. Ал мыс өндіруші, сенің кәсібіңді үйрену үшін қанша уақыт керек? 2 жыл олы мәртебе. Жоқ, ол да тым ұзақ. Ал сен қария, қалай? Көмектескің келмей ме? Жақсы мәртебелі, барынша өз өнерімді үйретейін. Ал бұған қанша уақыт қажет? Шамамен 1 апта. 1 апта? Мен келістім. 1 апта ұзақ уақыт емес. Жүріңіз онда. Менімен бәрін білгенімді үйретейін. Сөйтіп ханзада тоқымашының үйінде 1 апта болып ұстазына кем түспейтіндей кілем тоқып үйреніп алады екен. Ханзада ғажайып кілемін көтеріп алып қалыңдығына келген екен. Айғаным, қарашы мен үйрендім. Енді маған тұрмысқа шығасың ба? Оқыған кілемін қандай әдемі. Ылдисыз өр болмайды, табыссыз ер болмайды демекші.
Енді саған тұрмысқа шығуға дайынмын. Шын айтасың ба? Асымен маған тұрмысқа шығасың ба? Жүр онда мен сені әкеммен таныстырайын. Арада бірнеше жыл өтті. Қарт патша қайтыс болып, ханзада патша болды. Жарым менің, мен қарапайым қайыршының киім киіп, барып елімнің жағдайын біліп, қазіргі билікке разы ма екенін біліп қайтайын. Ал мемлекетті саған табыстаймын. Оныңыз дұрыс. Жүріңіз, жол атыңызды дайындап жолға шығарып салайын. Ұстаңдар ана. Жүрмеңдер, мен ханмын. Қалай дейді мынау? Ханның есімі Ишері. Ханның соқын төледі. Сен қайда кеткеніңді білесің бе? Бұл жыланды алқаптың иесі бізбіз. Біздің рұқсатымызсыз ешкім бұл жерге аяқ баспаған. Одан да мені өлтіріп тастайды. Мені өлтіргеннен сіздерге ешқандай пайда келмейді. Мен бұрын соңды ешкім көрмеген кілем тоқи аламын. Егер соны сатсаңдар, үлкен байлыққа менелесіңдер. Қашанға дейін тоқисың? Мен барлық жұмысымды 3 күнде бітіремін. Жарайды, біз 3 күн күте аламыз. Маған зынданға апарды. Қолына жүн мен жібек берді. Жұмысын сол жерде жасасын. Патша кілем тоқуды бастап кетеді. Сөйтіп, 3 күнге уәделескенде 3-ші күні кілем дайын болады. Кілем көгілдір түсті, алтын гүлдермен безетілген, төшіктегі түрлі ою-өрнектер, таңғажайып гүлдер арасында жабайы құстар қанаттарын жайып тіреген қарақшылар кілемге қарап аң-таң болады. Уәдеміздің 3-ші күні де келді. Ал тоқыған кілемдерімді көрсет. Бұны қалаға апарып сатайық. Сатайық. Мен бұл кілемді сіздерге қай жерге апарып екенін білемін. Қай жерге? Егер бұл кілемді хан сарайына апарып, ханның әйеліне көрсетсеңдер, ол міндетті түрде сатып алады. Тағы қайталап айтамын, тек ханның әйеліне ғана көрсетіңдер. Жарайды. Саған сенейін. Ал егер сатып алмаса, өлім естен болады. Зынданға апарып тастаңдар. Бастысы ойындамаңыз. Әлі бәрісі жақсы болады. Ханымыз міндетті түрде жақын аралда қайтып келеді. Атайын, сізге бір бағалардан ден салпай өтті. Қарасам, белі бұрын ханның кілеміне ұқсайды екен. Не дейсің? Кілем дейсің бе? Тез шақыр маған оларды. Қараңызшы, біз сізге не сатып алып келдік? Қаншаға бағалайсыңдар? Қанша дейсіңдер де сатып алайын. 10 мың дейді. Кім бар мұнда? Саудагерлердің ақшасын беріп жолға шығарып салыңдар. Жақсы. Барыңдар, мені қолбасшыларымды шақырып келіңдер. Көп болады. Жаңа маған бір топ қарақшылар келіп, саудагерлердің кебінде маған мына кілемді сатып кетті. Мен сенімдімін бұл кілемді тоқыған хан екеніне. Байқасаңыздар, бұл кілемде ою таңғаларлық ою емес, бұл әріптер. Себебі бұл бір оюларда мынандай сөздер шығады. Мен жыланды шатқалында тұтқындамын, маған тез қолбасшыларын жіберіңдер. Немесе мен өлім жазасына кесілемін. Хан мен бұл оюлар түсінетінімді біліп, қарақшыларды маған жіберді. Енді сіздерден сұрауым, жыланды шатқалына барып, ханды құтқарыңыздар. Болады. Өздестеріңді алдыңдар ғой. Енді біз баймыз. Амансыз ба? Сізді аман сау көргеніме қуаныштымын.
Бұл сенің арқанда ғой. Ақыл парасатын аялдың құрмет. Қолөнерді білмесеңіз не істер едіңіз? Кәсібіңіз кәдегіңізге жарады. Бұл аңызда жақсылық пен жамандықтың, еңбекқорлықтың маңыздылығы түсіндірілген. Ою-өрнектер мен қолөнердің терең символикалық мәні мен халқымыздың бай мәдениеті көрсетілген.